Дегендер қамын жегендер адал өрелдер, намысы қайнағандар ел үшін ар үшін, қайратын қайрағандар қазақтың бағы үшін. Сақтан алашым иманың жиғанын байқа. Алаш орданың көп идеялары бізге асты. Мысалға осы дін, ел, саулық, жұмыс. Бүгін сізге аспаған алаш зиялыларының идеясы бүгінгі күні толықтай жүзеге кейбіреулері асты, кейбіреулері аспады. Мақсаты қазіргі таңда орындалған жоқ. Оған бірнеше мысал бар. Мысалға, ең біріншіден ол біздің қадірлі тіліміз. Біз тілімізді қазіргі таңда былайша айтқанда ұмытып құрметтемейміз. Қазір байқасаңыздар, әрбір бала орысша сөйлейді, ешқашан қазақша қазақ тілінде шықпайды. Екіншіден, алаш зиялының Ахмет Байтұрсынұлы өзі айтқан қазақтың тілін өзі проблема. Оған бірнеше себеп. Мысалға, біз СССР құрамының кезінде болғанда, КСР құрамында біздің жеріміз тартылған. Бірінші азамат соғысында біздің жолымызды тартылған 21-ші қорғай облысында шашылып болған. Үшіншіден, бірінші дүниежүзілік соғысында біздің мәдени жағымызға кейде бүкіл тілге зияны тигізіп мысалға Қожа Ахмет Яссауи. Сол жерлер біздің өзімізге қайтып келген жоқ. Жаңағы мәселеден кейін 24-ші жылғы 1924 жылғы орыста ресей ол өз жерін алып қалды. Орынборды және басқаларды басқарды. Негізінде Қазақстанның астанасы Орынбор болған. Ал қазір енді басқа болды. Бірақ ол Орынбор, Саратов болатын бүкіл жер ол біздің жер. Сол себептен мен солай санаймын. Менің ойымша көбісі бүгінге дейін орындалып келеді. Мысалы, біріншісі мемлекеттің қалпы. Мемлекет бүгін барлығы аман-сау. Екіншісі жергілікті бостандық. Үшіншісі негізгі құқық. Әрбір адамның бүгін құқығы бар. Әрбір адам тегін тамақ ішеді, тегін мектепке барады, тегін емделуге құқығы бар. Аманат алаштың баласы, келмеңдер бізге аман.